Сізді көре алмайтын адамның белгілері. Ол бірінші критика. Ол адам сізді критикаға алып отырады. Сіздің жасаған істеріңіздің кемшіліктерін іздеп тұрады. Екіншісі қолдаудың болмауы. Сіздің жасаған істеріңізді байқағысы келмейді, жетістіктеріңізге қуана алмайды. Үшінші белгісі сәтсіздіктеріңізге қуанады. Сіздің сәтсіз шыққан қандай да бір істеріңізді айтып, мазақ етіп отырады, әзілдеп күлкі қылғысы келеді. Төртіншісі салыстыру. Өзінің жетістігін айтып, сіздікімен салыстырып, бетіңізге басып отырады. Бесіншісі ол пассивті агрессия. Ол сізді ренжіту үшін қоғамдық ортада төмендеткісі келеді. Ескерту жасап үйретудің орнына адамның кемшілігін іздеп бетіне басады. Ал енді осындай адамдардың іс-әрекетіне қарсы тұру үшін мынаны жасау керек. Бірінші, өз-өзіңді жақсы бағала. Екінші, ешкімге өзіңнің жоспарыңды, сырыңды айтпа. Үшінші, ең үлкен нәрсе, ешкімнен ештеңе күтпе. Егер сіз қиналып тұрсаңыз, біреуден қолдау күтіп, жылы сөз естуге тырыспаңыз. Керісінше, өзіңізді өзіңіз қолға алып, білім алып, біреудің сізді ренжітуіне жол бермеңіз. Достар, осы ақыл кеңестер сізге ұнаса, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіңіздер.